Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен кезекті дайындайтын тағамыз сүзбелі бәліш деп аталады, яғни творожный пирог. Алдымен маған қолдау ретінде подписация белгісін басып, қоңырауша белгісін қалдыра кетіңіздер. Ал ендеше бастаймыз. Бізге ең алдымен керегі ұн керек болады, және оның үстіне қосуға маргарин керек болады. Екеуін жақсылап араластырамыз, арасында түйір қалмайтындай етіп. Осылай бөлме температурасындағы маргаринді алып, осылай екеуін араластырамыз. Маргарин қатты болған жағдайда үккіштен өткізіп араластырсаңыздар да болады. Осылай жақсылап араластырып болған соң үстіне қопсытқыш, яғни разрыхитель қосамыз да тағы да араластырамыз. Араластырып болған соң қамыр илеу үшін бізге қант керек болады. Оның үстінен 2 қасық ас қасық қаймақ қосып, үстіне жұмыртқа қосып, араластырып, жаңағы дайындаған қамырымыздың үстіне қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне осылай араластырып болған соң қосып, жақсылап жұмсақ етіп қамыр илейміз. Міне қамырымызды илеп болдық. Енді бізге бетіне құюға творожная масса дайындау керек болады. Ол үшін бізге кәдімгі 20% сметана қаймақты осылай құйып, үстінен жұмыртқамызды салып араластырамыз. Және үстіне қант қосып, жақсылап араластырып шығамыз. Видеода творог қосқаным көрінбей қалыпты, негізі творог қосылады. Араластырып болған творожный массамызды енді пергамент қағазын төсеп, табаға 25 диаметрлік табаға қамырымызды жайып алып, үстінен творожный массамызды құятын боламыз. Құйып болған соң бетін тегістеп, духовкамызда 250 градуста пісіріп аламыз. Біздің творожный пирогымыз дайын болды. Сіздерге ас болсын. Маған қолдау ретінде подписация белгісін басып, коммент қалдыра кетіңіздер. Сау болыңыздар.